Ассалаумағалейкум, қазақ елі, амансыздар. Бүгін мінекей Жамбыл облысы Жуалы ауданы және де тағы да біраз аудандарға Жамбыл облысынан түсіп жатқан біздің ағамызбен танысуға шақырған бәріңізді. Аға, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Жанат ағам. Менің есімім Жанат, тегім Қазақбай. Алматыда тұрамын, бірақ туып өскен жеріміз Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қаракемер ауылы. 1907 жыл туғанмын. 59 жыл туғансыз ба? 58 жылы. 58 жылы. Керемет. Отбасы, бала шағаңыз? Құдайға шүкір, бала шағада немере, бәрі Құдай берген, бар Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Енді осы уақытқа дейін қай жерде қызмет еттіңіз аға? Қандай кәсіп еттіңіз? Мамандығым физик, Ресейдегі Новосибирск қаласында бітіргем, физикалық электроника дейді. Сол жақта құпия лабораторияда жұмыс істегем, әскери. Сосын Алматыға көшіп кеп, ядролық физика институтында жұмыс істедім біраз жыл, 92-ге дейін. Сосын 92-де бәрін тастап бизнеске кеттім. Содан соң бизнестен зейнетке шықтық қой. Бірақ әлі жалғастырып жатырмын. Кәсіпкерлігім. Аға, енді өзіңіз білетіндей, мен осы қаңтардан бастап кішкене саяси белсенділікке араласып, елде болып жатқан әңгімеге не қылып жатырмыз да, өз үлесімізді қосайық деп ары-бері шапқылап жатырмыз. Сондықтан өзім Жуалы ауданынан, менің ауданынан үміткер болып жатқан кісі дегеннен кейін сізбен сұхбаттасуға мен өзім парыз деп санадым да. Енді қараңыз, қазір енді мынау сіз осы Аманат партиясына, бұрынғы Нұр Отан партиясына мүшелік етіп көрдіңіз ба, осы билікпен жұмыс істедіңіз ба деген бірінші сұрақ қой бізде. Өмірімде жолаған жоқпын. Жолайым деген ойымда да болған жоқ. Мен ылғи айтатынмын, маған таныстыра айтатын, енді неге сен бармайсың билікке, кішкене былай түсінесің деген сияқты да, бұл жақты. Айтатынмын, Назарбаев тұрған мен жоламаймын дейтінмін. Мен тарихта қарайып қалғым келмейді. Керемет, Алла разы болсын. Бірақ енді қазір додаға түсіп жатқаныңыздың себебі сол ғой, бұлар кетті, енді елді игеріп қалуға амал етеміз керекпіз ғой. Енді бұлай ғой, қазір енді бұрын тек қана мәжіліске партия арқылы өтетін депутаттар. Иә. Бәрі сол Нұр Отаннан бастап, қалғандар соның филиалдары. Оның бәрі қожайыны бір-ақ адам етін, білесіңдер, ол Назарбаев. Сондықтан ол жерде әділет болған жоқ, әділетсіздіктен басқа ештеңе болған жоқ елімізде. Соның салдары міне қазір күйзеліс, экономикалық күйзеліс, саяси күйзеліс, не деуші еді анау? Дағдарыс па? Намыс не деуші еді тағы? Рухани, рухани күйзеліс. Рухани күйзеліс, міне бәріне түстік. Жаман күйзеліске түсіп жатырмыз. Бұлай жалғаса берсе, біз жақсылыққа бармайды бұл. Жақсылыққа бармайды, біз мемлекеттен ажырап қалуымыз мүмкін. Енді былтыр жаңа заң енгізді сайлау туралы, соның ішінде 30% жеке өзіңіз ұсынып, кезген адам, азамат өзіңіз ұсынып, депутаттыққа кіруге мүмкіншілік алды. Біз енді қоғам белсенділері ақылдасып ойладық, біз енді көшеге де шығып жатырмыз, митингтерде жатырмыз, қамалып жатырмыз, 10 күн, 15 күн деген сияқты, жаңағы 1 күн деген сияқты. Бірақ біздің артымызда күш жоқ қой. Өкінішке орай халық ұйымшылдығы жоқ, халық ұйықтап жатыр әлі. Біледі бәрі, түсінеді, бірақ білмеймін, рухы жетпей тұр ма халықтың да күресуге бұндай немен, системамен. Сосын ойладық, неге пайдаланбасқа осыны? Бәріміз жабылып, бәріміз осы 30%-ға кіріп көрейік. 29 орын қой енді. Сөйтіп халықтың арқасында халық қолдасы халыққа түсіндіріп, сол жерге кіруге кірістік. Енді ол жерде кіргеннің бізге ол жерге кіру мақсат емес. Ол жерде кіргесін мүмкіншілік көп, ойымызда жүрген мақсатымыз іске асыруға. Ол әрине ең алдымен ең бірінші жоғарғы халық адамның құқын қою керек. Бізде адам құқы таптап отыр күніге. Бізде мынау қымбатшылық, кедейшілік жайлап барады. Қымбатшылық өсіп жатыр күніге. Жемқорлық тоқтайтын түрі жоқ. Әділетсіздікті жайлап барады жан-жағымызды. Бұның бәрін тоқтату керек. Қазіргі мына жүйе, қазір отырған адамдар оны тоқтататын ойлары да жоқ. Олар осыны сақтап қалғысы келеді, өйткені оларға ыңғайлы, оларға тиімді, бірақ халық зардап шегіп жатыр. Оған ары қарай жол беруге болмайды. Өйткені біз қазір саяси реформа жасамасақ,
мына жүйені өзгертпесек, дәл осылай ары қарай қала береді. Осылай жалғаса береді. Халықтың жағдайы нашарлай береді. Бізде не білім де дамымайды, адам да дамымайды, өндіріс те болмайды, түк болмайды. Мына Құдайдың берген байлығын бәрін тауысып біткеннен кейін қазақ халқы тіпті қаңғырып кетеді. Осы жайтта мен бір нәрсе айтқым келеді да, кезінде пай болып алған жерлердің бәрі Тараз маңында қазір сол пайдың бұрынғы егелері өздері жалданып сол егінде жұмыс істеп жатқанын мен өз көзіммен көргенмін. Сосын мен сізге айтайын дегенім, Жуалы ауданы маған қызық та, өзім енді Жамбыл ауданында, Талас ауданында, барлық Жамбыл облысының аудандарында таныстарым бар. Өзім кішкентай кезімнен сол жақта өмір сүрдім. Қошқарата ауылында дүниеге келдім. Күреңбел ауылының тумасы боламын негізі. Ата-бабам қан тамған жері Мыңбұлақта біздің өзіміздің бейіттеріміз тұр сол Жуалы ауданында. Алтай қыс көретін аудан Жуалы ауданы. Осы Қазақстанда ауа райы өзінше ерекше бір аудандардың бірі. 1200 метр, 1200 метр теңіз деңгейінен биіктікте тұрғандықтан әрқашанда қар көп жауады. Мал Алтай қолға қарайды. Бұл Жуалының құқын белінен басқанның көрсеткіші развязка жоқ. Мына Батыс Еуропа, Батыс Қытай жолы салынды ғой. Мысалға қарасаңыз, Қордай ауданынан бастап, осы Жамбыл облысына сол жол кіргеннен бастап, әр ауданда развязка бар. Сол жолды кесіп өтетін. Өйткені ол ауданды екіге бөліп жатқан жол. Сол Жуалы ауданында развязка салынбаған. Бір ғана жетім аудан развязкасы жоқ. Ол дегенің өз жердегі көлік жаңа қақтығыс ДТП болу, аварияға ұшырау мүмкін қаупі төнеді. Екіншіден, малды ары бері өткізуге қиын. Екі жолдың екі бетіне, соның бәріне осындай ағаларымызды сайлайтын болсақ, осындай ағаларымыз елді тыңдай алатын ағаларымызды қоятын болсақ, Жуалының сөзін сөйлеуге болады деп ойлаймын. Мен оған сенемін, толық сенемін. Мен сізге айтайын, Жамбыл облысында, Жуалы ауданында бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы, қазір Түркістан облысымен шектес жеткен жерлер бар. Сол жерде, мысалы, Қыстоған ауылы арқылы өтетін жол бар, тар жол бар. Ол жолды да кеңейтуге болады. Мысалға, сондай нәрселерді істеу үшін билік халықпен санасу керек деп ойлаймын. Халықпен санасу үшін билікте халықтан шыққан азаматтар отыру керек. Дұрыс баға келсесіз ғой өзіңізде. Өзіңізде душар болған шығарсыз бұл биліктің осы 30 жылда құйтырқы мінездеріне. Талай заңсыздық, талай әділетсіздікті басымызды көрдік. Топтастық та, сотта ақты қара нақ деп сондай неден шығарды, шешімдер шығарды. Оның бәрін көрдік. Сондықтан ары қарай бұлай өмір сүруге болмайды. Оның бәрін түзеуіміз керек. Оны түзейтін кім? Оны түзейтін мен емес, сен емес, оны түзейтін бүкіл халық бірлігі. Өте дұрыс. Тек түзейміз. Мына қазір бізде халық бұлай үйренгенде, депутат сайладық, оған айттық, ол бәрі шешеді деп. Ол дұрыс емес. Ол қате, халықтың бір қатесі осы. Депутат сайладың ба? Сен сол депутат сендердің тапсырыстарды орындау үшін халық сол депутат арқылы бірігіп байланыс үзбеу керек. Өте керемет. Бізде мені айтты, анау жазып алды, шешем деді, бол ертеңіне бұлар ұмытып кетті не айтқанын, аналар ұмытып кетті бұлар не айтқанын. Бол, соның байланыс жоқ, түк жоқ, сосын кейін олар біздің мәселеміз шешпей, біз айланымыз кетеді дейді. Кетірмеу керек. Тығыз байланыс ұстап жібермеу керек ол депутатты. Өте дұрыс айтасыз. Аға, өзіңіз бизнесте болдың. Депутаттың ардында халық тұрса күніге, ана жақ айтқанына көнеді депутаттың. Бірақ бізде өкінішке орай мына конституция жатыр, Бұл депутаттың құзыреті жоқ. Бар құзыреті министрлер, президент түсірген заңдарды қабылдау. Нотариус былайша бекітіп береді болды. Иә. Сосын президенттің премьер-министрдің тағы бір министр соттарын ұсынады, бұлар келісім. Келісім беру деген, талқылау деген жоқ мүлдем. Ең біз талқылау деген сөз болса, ол да жоқ. Келісім берді, болды, келісесің, бітті. Мен не керек бар онда оған ұсынып? Онда тағайындасаңыз, тіке тағайындасаңыз, қажет не етіп халықты алдап? Бұны реформа деп, демократия деп. Білдің бе, бұл таза алдау. Сондықтан менің бірінші мақсатым саяси реформа жасау. Саяси реформа дегенде, мына бүкіл халықтың, бүкіл мемлекеттің мәселесі тек қана мәжіліс қарау керек, мәжіліс шешім шығару керек. Ал президент, өкімет, әкім бәрі сол мәжіліс шешімін орындау керек. Неге? Міне халық сайлады ма мен депутат қылып? Мен халықтың билігін іске асыруым керек. Мына 3-ші статьясы бар ғой, 3-ші бабы,
халық биліктің бастауы деп, иә? Сол бізде жұмыс істемейді мүлдем. Халықтан билікті тартып қойған бір топ адам. Оның шын мәнінде қылмыс ол. Шындап келгенде заңсыз билікті басу ол деп аталады ол. Билік халықтікі, бірақ халықтың билігін тартып қойған. Соны халыққа қайтару керек. Ол үшін біз мына конституцияны өзгертуіміз керек. Түгел бұл жерде барлық халықтың мәселесін, барлық мемлекеттің мәселесін мәжіліс шешіп, шешім шығарып, мә деп атқарушы беріп орындаңдар. И сол бақылауда ұстау керек. Сонда ғана бәрі орнына келе бастайды. Сонда ғана халық үйінде шай ішіп отырып, мемлекетті басқарады. Әр адам, әр азамат басқарады. Әрине. Аға, мен сізден сұрайын. Осыған жетпей ештеме шешілмейді бізде. Қазір көріп отырмыз, айқайлап жүр. Қарықпамыз, үйтеміз, бүйтеміз. Олай істей алмайды. Мынаны өзгертпейінше, оны бар істей алмайды. Ол алдау таза. Ол ана балаға сен анда сізбен компьютер беремін деген сияқты қазір. Болды, басқа түк емес. Біз ересек адамбыз. Бала сияқты алдануды қоюымыз керек. Тоқтатуымыз керек оны. Вот соған алып келе жатырмын ғой, ағам. Сіз өзіңіз кәсіппен айналыстыңыз дедіңіз да. Не болмаса, қиын болмаса, сол қандай кәсіппен айналыстыңыз? Соны ортаға салайық. Ол өңірдің халқы білсін, сіздің мамандығыңыз, біліктілігіңізді. Соны ортаға сала аласыз ба? Мен құрылыс материалды шығардым. Мен анандай жер үйлерді салдым. Алып сатарлықты да жасадым. Саудамен айналыстыңыз. 10 гектар жерім бар, жекеменшік сатып алған, егін ектім. Қысқасы, қазір енді біраз өзім мүліктерімді жалға беріп қойып отырмын. Қазір сондай тірлік. Басқаларын балаларға бөліп бердім, басқа ауыр нәрсенің бәрін. Мен денсаулығым жарамай шаршадым, өздері істеңдер деп. Мен енді саясатқа кірісем, мемлекетті түзетуге тырысамын. Керемет. Жолыңызды ағынан берсін. Мынау, қазір бізде, мен шетелде болғанда көп жерді араладым аға. Сонда қарап отырсаң, бір кішкентай болымсыз жерден гүл қылып істейді да, соған туристерді бүкіл әлемнен тартып қойып, жаңа сіз айтқандай, соның жалға беріп, соған қызмет етіп, өмір сүреді. Біздің керемет, жер астынан гөрі жер үстінде тұрған әдемі жерлеріміз бар, керемет байлықтарымыз бар. Бірақ сол халықтың жаңағы заңдардың дұрыс жазылмағандығынан, халықтың қолы жетпегендігінен оған меншікті ие бола алмайсың, және оны жаңағы дамытуға мүмкіншілігің жоқ. Мен соны байқадым. Соған келісесіз бе аға? Дұрыс айтасың. Бізде мынау туризм жағынан, саяхатшылар жағынан мүмкіншілік өте зор Қазақстан. Қазақстанның жеріндегі табиғаты, бүкіл жерінде қандай табиғаты бәрі бізде жиналған. Әрине. Құм десе құмың бар. Тауың десе тауың бар, көл десе көлің бар, орман десе орман, бәрі жерде жиналған. Небір өзендері бар. Өте керемет жерлеріміз. Бірақ соны біздің мемлекет басшылары, үкімет деймін, мен олар билік деп айтпаймын. Билік халық, олар билік емес. Олар халықтың қызметшілері. Мен мына нені сыртына солай жазып қойдым. Президент, үкімет, депутаттар халықтың қызметшілері деп жазып қойдым. Халық билік, солардың билігі деп. Өзім суретім қасына плакаттағы. Құдай қаласа ертеңнен бастап бере бастаймыз. Бізде өте көп потенциал. Туризм жағынан Қазақстан өте көп қаржы табуға болады. Өте көп мемлекеттерді шақырып, осы жерге туризм шақырып, туризм дамытуға болады. Мынау Араб Эмиратыға бір құммен ғана отыр ғой, елдің бәрі байып болды. Құмын сатып байып отыр. Олар туризмнен 4 есе көп пайда табады мұнайдан гөр. Мұнайдан гөр. Мұнай біткенмен туризм бітпейді ғой ешқашан. Дұрыс па аға? Ешқашан бітпейді. Мұнай бітеді, туризм бітпейді. Мысалы біздің тағы мен бағдарламамыз бар мынау Байқоңыр жайлы. Байқоңыр жайлы. Мен ұсынып жатырмын. Байқоңырды біз қайтаруымыз керек. Ресеймен әлбетте. Толық келісемін. Сөйтіп біз қазір мынау биыл осы 21 ғасыр ғарышқа туризм ғасыр болайын деп жатыр. 21 ғасырда мынау қазір жобалар жасалды, Марсқа ұшып бару, айға қайтадан адамдар қондыру, қазір жобалар 30 жылға дейін іске асырады, Құдай қаласа. Жаңа технологиялар пайда болып жатыр. Мүмкіншілік өте зор. Біздің Байқоңыр космодром ол сирек жер бетінде. Сирек. Сондықтан біз қайтарып, менің ұсынысым екі топ не құруымыз керек. Екі топ мемлекетті игеруге. Бірінші топ Қазақстан және бүкіл түркі мемлекеттері қосылады. Түркмен, Өзбекстан, Қырғыздың бар, Түркияның бар, Әзербайжанның бар. Солар бір топ құрып игеруге. Екінші топ
тағы да Қазақстан, Жапон, Германия тағы сол дамыған мемлекеттерді шақырып, екі топ болып байқоңырды игеруге кірісуіміз керек. Бізде өкінішке орай Қазақстанда өзімізде ондай технология, ондай білім жоқ игереді. Ақша болғанмен білім жоқ. Анада білім бар. Сосын кейін олар келіседі әрине. Байқоңыр сияқты жер өте космодром өте сирек жер бетінде. Олар әрине анау өздерінің зымырандарын ол жақтан тасымайды, одан да олар Қазақстанда шығарған тиімді. Ал зымыранның мынау несінің денесі корпустары, ол өте жоғары технология. Яғни біздің қазақтың ұлт қыздары жоғары технологияны игере бастайды. Ақыры келе біздің қазақтың ұлт қыздары өздері зымыран шығара бастайды құрастырып. Бұл бізге не береді? Бұл бізге береді бірінші. Біздің ұлт қыздарымыз ең алдыңғы қазіргі заманғы ең жоғарғы технологияны игереді, қазақтың ұлт қыздары. Сосын екінші, бүкіл түркі халықтары Қазақстан жерінде, Қазақстан елінің айнасы бірігеді Байқоңыр арқылы. Үшінші, жаңағы Жапон мемлекеттер дедім ғой. Солардың араласуының несінен біздің экономикаға дамуға өте көп үлес тиеді. Төртінші, ең маңызды бұл сондай бірігіп біздің Байқоңырды, мен былай айттым, халықаралық ғарыш астанасы деп соған айналдыру керек. Оған айналдырсақ, әсіресе біздің тәуелсіздік қауіпсіздігіне өте зор әсер етеді, өте зор ықпал етеді. Өйткені оған біріккен мемлекеттер Қазақстанда тыныштық болғанын қалайды. Біз мысалы мынау қазір көріп отырсыз ғой, Ресей мен Украинаны Путин деген пайда болып соғыс ашып. Ешқандай не жоқ, кепілдік жоқ, ертең Қытайдан да Путин шықпасқа. Мысалы. Соны біз ойлануымыз керек. Сондықтан біз сондай мемлекеттер Байқоңырды біріктіріп алсақ, Қытайың да бізге тиісе алмайды. Ауыз аша алмайды. Қазақтың мақалы бар ғой, білекті бірді жыққанымен білімді мыңды жығады дейді. Сол білімімізді түзей басақ, солай жастарды ғылымға тарта білсек, мынау ағамның айтып отқан мысалға ғарыш технологияларын біз игеру керекпіз, соған атсалысу керек дегеніміздің сөзінің жаны түгіл әруағы бар бұл сөздің. Бұл сөздің болашағы үлкен. Не дейсіздер ғой? Неге олай дейсіздер? Мысалы түріктерді қараңыз, байрақтары арқылы қазір бүкіл әлемді аузына қаратып отыр, иә? Соны біреуден ананы кішкене мынадан Израильда мынаны үйренді, Германияда мынаны үйренді. Соның арқасында өздеріне қазір сол байрақтар арқылы бүкіл әлемге өзінің қаруын паш етіп отыр. Неге біз қай жеріміз кем? Біз артық болмасақ ешкімнен кем емеспіз. Біздің қазіргі кемшілігіміз мына жастарға ғылымның дамуына мүмкіншілік бермей отқан, ескі аты кетсе де заты кетпей отқан кеңестік ой пиғылдар қазақты жаңағы надан етіп, қазақтың қолынан түк келмейтін етіп көрсетіп отқан. Мысалға мен сізге бір қызық айтып берейін. Жуалы ауданы Күреңбел ауылы бойынша. Мен жас кезімде кәсіппен жақсы айналысып, ертем буының бекен жігіттердің бірі болдым да. Сөйтіп ауылға келдім. Мынау шетелдік инвесторлар маған айтты, егерден көл болса, біз сол көлдің жағасына 20 миллион доллар салуға дайынбыз. Сөйтіп мен ауылда көл бар екен біздің. Әлі тұр ғой, кішкентай. Жаңағы бөгеттелген су ғой, пруд. Соның ауылдың әкіміне келдім, Алик деген. Су қоймасы. Нысанов деген Алик деген ағама келіп айттым, Алике, сол жерді иемденуге бола ма? Мен мүмкіншілігім бар ма дедім. Күлді. Қалай? Мен енді қалада тұрып жатырмын, кетіп қалғам. Содан кейін барып, жаңағы біраз уақыт өтті, күттім, звондаймын, көтермейді. Сөйтіп жаңағы жер қызмет жайында, жер қатынастары бойынша бар ғой, сол жерге барып білсем, ол жерді жаңағы өзінің атынан немесе бір туысының атынан шығарып алған екен да. Соның арқасында ол әлі де игерілмей жатыр. Сол ауылға арманымыз жаңағы елге жұмыс беріп, сол жерде жаңағы салынса, демалыс орталығы. Ол ауылдың адамдарына жұмыс береді. Сол жердегі таксистерге жұмыс береді. Сол жердегі жаңағы балалардың ойының санасының өсуіне алып келеді деген арман едік қой ол кезде. Содан кейін қолды бір сілтедік та жоламайтындай кеттік мысалға. Мінекей. Қалай үркітуге болады? Билікте жаңағы қазақтың бір мақалы бар да, осы жерде айта кетейін. Қой көрмеген қолап өлтіреді, қатын көрмеген уқалап өлтіреді деген бір ауыр сөз бар. Осы болды ғой, осы уақытқа дейін. Не билік көрмеген, не ақша көрмеген көргенсіздер заманды осыған алып келді біздің душар етіп. Ештеңе көрмегендіктен. Соған келсіз баға? Бұлай ғой, мен бізде қазақта тектілер, тексіздер деген бар оғым, иә?
мен бұрын ойлайтынмын, адам бәрі бірдей ғой, неге біреу текті болады, біреу тексіз болады екен. Қазір көзімше шынымен тектілер болады екен, тексіздер болады екен. А біздің Назарбаев кезінде сондай өңшең тексіздерді алды жұмысқа. Тексеріп тұрып алады екен. Әдейі мамандар бар, соларды тексеріп тұрып, соларды алғызады екен. Жаңағы ұрлауға, жырлауға, баюға құмар. Жоқсыздарды жинаған боласың. Қызметтің бәрін сондайлар келді да, солар мені тексіздер қазақты мынандай жағдайға жеткізді. Атабан қалған байлығымыздың бәрін қазаққа бұйырмай қалды. Бұйырмай қалды. Бірақ оған мен кейінгі айтатынмын, кім кінәлі десем, біз кінәлі дейтін, халық кінәлі. Бірлігіміз жоқ, рухымыз жоқ. Енді бізге бірлік керек, рухымыз көтеру керек. Бірлік болса біз байлықтың бәрін қайтарамыз. Сол ғой мен сізді қолдап атқан маға. Жанат аға, сіздің жаңағы бір арқаныңызды болса да сүйрей кетейік, осы жолда бірге болайық деп, мынау Жуалы еліне айтарым, Жамбыл облысының тұрғындарына айтарым, бұндай мүмкіншілік келе бермейді. 30 жылда қолымызға келіп тұрған бұл бірінші мүмкіншілік. Өз қалауымызбен өзіміз сияқты қарапайым адамды мәжіліске депутат етіп сайлап алсақ, ертеңгі күні бұл кісімен арамызда хабарымыз болады. Ей, Жәке, не болып жатыр деп сұрауға мүмкіншілігіміз болады. Жәке, мынау рас па, өтірік па деп айтсаң, жауабын ала алатын боласың. Анау мысалға мен мәслихатқа, мәжіліске біраз денсаулық сақтау бойынша, білім саласы бойынша біраз ғылыми жұмыстармен де жүріп, сол кезде кірейін десең, айдалада ақ отау, аузын бұрын жоқ отау кіре алмайсың да. Жәке, мен сізге өзім жайлы айтайын, мысалы Украина мемлекетінде қызмет еттім, 3 жылдай өмір сүрдім. Білім саласында Қазақстанда жаңа нейромаркетинг деген мамандықты негізін қалаушы болып саналамын. Өзім 4 жыл бакалавриат оқу несін жаздым, бағдарламасын. 78% қайталанбас оқу контенті деген экспертиз алдым. Бірақ жаңағы мынау біз қаңтардан кейін митингтерге шығып, шындықты айтып, ұрыны ұры, қараны қара дегеннен кейін көп ағайын қорқып қалды бізде. Ол не? Үрей. Үрей жаңағы мынаны отырғызып қояды. Менің өзімнің туған нағашым айтыпты, ай, мына бала өлетін болды ау деп айтыпты да, мысалға. Туған нағашым өзімнің. Батыр туған нағашым. Қою керек. Мынау менің нағашыларым да сол Жуалының адамдары. Өзде бәрің білесіңдер мен. Жуалдың жігіттері, Қошқар атаның жігіттері, Күреңбелдің жігіттері, мына қасымыздағы Көлтоғанның жігіттері. Барлықтарың танисыңдар мен. Барлықтарың біз менің замандастарым, белдерің бекіп 40-қа келген азаматсыңдар. Кімнен қорқып отырсыңдар? Неге қорқып отырсыңдар? Осындай кезде араласыңдар. Тірлікке араласыңдар. Мына ағамызды қолдаңдар. Мінекей, алдымызға шығып әңгіме айтып отыр. Рафик звондады деп телефонды көтере салды мысалға. Мен айттым, сіз Жуалдан түсіп жатыр екенсіз ғой. Аға, сөйлесейік, эфир жазайық деді. Мінекей, келісіп отыр. Ал қазір барып аманаттың адамдарына барып сұраңдаршы. Не мектепке кіргізбейді, не адаммен үгіт насихат жүргізуге мүмкіндік бермейді. Мінекей, жігіттер, барлықтарың шақырамын. Аға, айта беріңіз. 25 күні менің бірінші кездесуім болу керек еді сайлаушылармен. Маған әкімшілік қаулы шығарып бекітіп берді, біздің графикті бәрін жаңағы. Менің бірінші кездесуім Төле би Алпыс Таргуде. Тараз мемлекеттік университеті, Дулати атындағы. Кіргізбей қойды. Неге десем, біздің 25-ші қақпан күні қаулы қабылдағанбыз, жаңағы ғылыми кеңесте мұндай нелер үгіт насихат жүруге тыйым салынады. Сондықтан ондайға істеткізбейміз деген. Жарайды, хаттамаларын көрсетіңдер дедім. Маған вообще көшірмесін беріңдер дедім хаттаманы. Әкеп берді. Бұл жерде былай жазылған. Жаңағы Таргудың төңірегінде саяси партиялар және діннің адамдары үгіт насихат жүруге тыйым салынады деп. Мен айттым, менің қандай қатысым бар? Мен кандидатпын дедім. Мәжіліске. Мажоритарка. Мажоритармен кездесуге мені қаулысы әкімшіліктің. Ал партия насихат жүруге, дін насихат жүруге мен келісемін дедім. Оларды кіргізбеу керек. Себебі ол білімнің аты білім, олардың шаруасы болмау керек. Көшеде сөйлесін, бірақ бұл жерге кіргізбеу керек. Партияны да, дінді де. Оларға келісемін дедім. Бірақ менің қандай оған кінәм бар? Мен бұл жерде мен жоқпын, мен туралы жоқпын. Енді осы шығарғаны, сондықтан анау кіргізе алмаймын. Сосын мен анау халықаралық бақылаушылар жүрген Таразда, солар шақырдым шетелден, ОБСЕ-ден. Солар келді, олар көріп, бәрін жазып, бәріне өздері жаңағы фиксация жасап алды. Енді біз ана жаққа жеткіземіз деді. Мен осы жерде бірінші рет айта кетейін,
бүгін ғана хабар алдым, рас өтірігін тағы да әлі зерттей жатамыз, бірақ менің естуім бойынша Қазақстан Республикасының азаматтарына Шенген визасын беруін қиындатып тастапты. Рахмет айта берсеңдер болады, құрметті билік, құрметті халық. Осы билікке сенгендер мінекей көріп отырсыңдар. Осы уақытқа дейін Шенген алу бізге керемет еді. Жаңа Европаның ең деңгейі жоғары мемлекеттер, Германия, Франция деген мемлекеттерге қазір бару бізге өте қиын. Өйткені бізді қара тізімге тіркеп қойды деген сыбыс бар. Ол неліктен? Өйткені билігіміз, біздің мемлекет басшылары өткенде Біріккен ұлттар ұйымында сайлауға дауыс берген кезінде Украинаны қолдамай тыныш қана отырып қалды, дауысын жасырып. Воздержался дейді, тыныш отырып қалды. Соның арқасында осындай жайлап масқараға жақындап келе жатырмыз. Ертең күні мен кәсіпкерлерге айтайын деп отырмын да, біздің кәсіпкерлер Жамбыл облысында, Түркістан облысында өте керемет кәсіпкерлер бар. Көбісі өз тірлігін өздері, өз тасын өздері сүйреген жігіттер бар. Дөңгелетіп жүрген, төрт бұрышты тасты дөңгелете алатын керемет ағайын бар. Осы уақытқа дейін олар ойлайды, осындай саясатқа араласқан, белсенділік танытқандардың бәрі бір қауіп төнетіндей қарайды бізге. Ал енді жігіттер, сіздерге айтарымыз мінекей, егерде мемлекетте жеке бастың құқығы және жеке бас дүниесінің мүмкіншілігі болмаса, ешқандай кәсіпкершіліктің болашағы жоқ. Мал шаруашылығымен айналысасың ба, егіншілікпен айналысасың ба, кәсіпкерлікпен айналысасың ба, сауда-саттықпен айналысасың ба, заң бәріне бірдей болмайынша, заң жүйеленбейінше біздің тірлігіміз қараң. Анау не бар ғой, природа пустоту не терпит деген сияқты Болат Назарбаев шығады ертең күні. Тағы да бір жерден сондай. Біз үндемей отыра бергеннің арқасында. Сөйтіп келіп, жаңағыдай Алматыда қалай бизнестер тартып алды кезінде. Тура солай болады. Сондықтан қазір өз бизнестеріңізді қорғаймыз десеңіздер, біздің мәжіліс, біздің билік әртүрлі адамдардан тұру керек. Тек қана бір партияның атын ауыстырады да шыға береді деген, соны түсінбедім мен аға. Мен кеше көріп жүрміз ғой, жаңағы бұлардың үгіт насихатында, мәжілістің төрағасы Қошанов еді. Біз дейді 5 миллион гектарды қайтардық дейді. Айналайын, ол қайтарған жоқ, мемлекеттің органдары қайтарып отыр оны. Біз дейді енді келесі жылы пәленше мектеп саламыз, пәленше миллиард анда бөлеміз, пәленше триллион мұнда бөлеміз. Мемлекеттің атынан сөйлеп тұр. Бізде заңда бар, партия, қоғамдық ұйымдар мемлекеттік тірлік кірісуге болмайды, араласуға болмайды деген қатаң тиым бар заңда. Орындаушы органдардың жұмысына араласпау керек. Бұл мемлекет органдардың жұмыстары бар. Оны бөліп отқан мемлекет. Аманат біз бөліп жатырмыз деп жатыр. Яғни сонда Аманат партиясы мемлекеттік іске араласып отыр ғой. Бұл заңсыздық қой, таза. Бұл көпе-көрініп заңсыздық. Бұл өте дөрекі заңсыздық бұл. Әрине. Мен таң қалам соған, таң қалам, мүлдем. Соны ашық айтып тұр ғой тағы. Тағы да бір Жуалы ауданының тұрғындарын айтарымда, өздеріңіз білесіздер, мен сол ауылда өскенмін, Алтай қыста, малдың Алтай қолға қараған ауылында өстім. Жуалы ауданның қара шаруасы, кәдімгі қарапайым қазақ, малды Алтай қорада ұстайды. Шөбін тасиды, оның жемін дайындайды. Қыста өзенді ойып су береді, немесе тасып береді суды. Ал басқа Жамбыл облысының өңірлері Шу, Мойынқұм, Меркі, Тұрар Рысқұлов аудандарында қыстай мал жайылымға шығады. Өйткені ауа райы ыңғайлы, құмға жаяды малды. Сонда шөптен де біз сияқты шығын шықпайды, Жуалының тұрғындары сияқты шығын шықпайды. Талас ауданында солай даланы бетке жаяды. Ал базарға келген кезде, Таразға базарға келген кезде біздің малымыз бір бағамен сатылады. Сондықтан бізге Жуалы ауданының тұрғындарына мемлекеттік квота болу керек. Ауа райының қолайсыздығына байланысты. Мысалға ақш мемлекетінде қарасаңыздар, Алясканың тұрғындарына Аляскада тұру үшін, көшу үшін барлық ақшасын төлейді, бәріне көмектеседі. Ал Жуалының ауа райы қолайсыздығы болғанымен біз тұрып жатырмыз ғой сол жерде. Солтүстікке көшіп барғандарға квота береді. Неге Жуалы ауданының ауа райының қолайсыздығын ешкім ескермейді? Неге біз сіз көтермейміз соны? Өйткені біз үндемейміз. Өйткені біз өз құқығымызды талап етпейміз. Дұрыс па? Аға, қалай ойлайсыз? Дұрыс емес пе? Өкінішке орай біздің халық өз құқығын мүлдем білмейді. Мәселенің проблема бар сондықтан.
өз құқығын, өйткені шыны керек мына заң жағынан өте білімсіз халқымыз. Оны әдейістелген мәселе ғой, бір халық қараңғы болған сайын оны бақылау, оны басқару оңай. Халық білімді болған сайын олардың жаңағы дұрыс басқармасы оны көнбейді, халық қарсы шығады дереу, білімді болған сайын. Бізде өкінішке орай сондай проблема бар, үлкен проблема. Құқығын білмейді. Менің қазір мысалы осы жұмысымда осы бір ай берді ғой, енді бір айдан аз қалды. Мүмкін болса барып жұмсап, сол халыққа құқықтарын түсіндіру бір жағынан. Түсіндіру. Ол бүгін болмаса ертең бәрі жұмыс істейді. Олар түсінгеннен кейін құқықтары бар екен, құқықтары бұзылып жатқаннан кейін олар бәрібір ерте ме кеш пе олар құқығын сұрай бастайды жоғары жақтан. Сол халық күреске кірісе бастайды. Бұл бір күнде болмайды өкінішке орай. Бірақ біз тоқтамай күні-түні сол жерде жұмыс істей беруіміз керек. Әрине. Жұмысымыз не болсын. Қанша бала шағамыз бар дедіңіз аға сіздің? Бір ұл бір қыз бар, Құдай берген. Алла разы болсын. Біздің санын айтпайды дейді ғой, білмеймін. Жоқ, бола берсін ғой. Мен айтайын дегенім, жаңа өзіңіздің отбасыңыз жайында айтайын дегенім ғой. Ол сұрайды ғой, қай елдің баласы, қай жерде туып өсті, қай ауылдың баласы деп сұрайды мысалға. Мен жуалы ағайындарым ше. Бір жақта енді кішкене солай жөн сұрасу бар, ауылдың адамдарына, менің ауылымның адамдары сұрайды, о кісіні қайдан танисың деп. Сол үшін осы жерде айтсаңыз өзіңіздің жаңағы шыққан тегіңізді, құдаларыңызды, немесе жаңағы нағашыларыңызды, бізде де сіздердің бауырластарыңыз бар шығар. Трайбализмге қарсымыз, бәріміз қазақтың баласымыз да. Бірақ жаңағы текті жерде отырсыз ғой, өзім жайлы айтайын, өзіңіз ойлайсыз, білесіз, айтасыз ба, айтасыз, өз еркіңіз ғой, берден бір әшейін бос режимде әңгіме айтып отырмыз. Біз бір-бірімізді жаңағы аманат емеспіз ғой, программа бойынша бір нәрсе айтатындай. Мен жаңағы Жарылқасынов Ысқақ деген сол жерде өмір бойы мемлекеттік қызметте болған кісінің немересі болам марқұм. Өздеріңіз білесіздер, менің атам сол жаңағы қазіргі бұрынғы Казанка, одан кейін Күреңбел, одан кейін барып жаңағы Қошқарата ауылдарында қызмет етті. Ешқашанда артық сөзбен немесе артық тірлікпен елдің сөзіне ілінген емес. 5 жасынан бастап мені тәрбиеледі. Қошқаратаның адамдар біледі. 5 жасынан бастап саясат жайында атаммен әңгіме айтатынмын. Сондағы қолағыма құятыны, еліңе еге болу керексің. Халқыңның басына күн туса, басыңды көтере білу керексің. Шындықты айта білу керексің деп. Жылап тұрып Қазақстан тәуелсіздік алғанда керіп тәкеп салдырған. Одан кейін барып, енді түп нағашыларымызда Аллаға шүкір текті кісілер. Қарабастау кезінде бәріміз бір аудан болдық, кейін бөлінді. Билікөл ауылынан ол жердегі түп нағашыларымыз шыққан. Мейірбек молданың ұрпағы боламыз. Ол жерде де бізді бәрі таниды. Біздің ешқайсымыз артық сөзбен, артық тірлікпен елдің арасында немесе қисық жолымызбен көзге түскен жоқпыз. Сондықтан мен танитын кісілер болса, шашатын топырақтарыңыз болса, шашыңыздар, комментарийға жазыңыздар. Осы видеоны ауыл азаматтарына таратыңыздар. Мен Жарылқасынов Рафик осы Жанат ағамды қолдауға Жуалы ауданының азаматтарын шақырамын. Елім деген көзі ашық, ертең баламның болашағы маған қызық деген адамдар сол сайлау күні барып 19 наурыз күні барып өз дауыстарыңызды осы ағама берулеріңізді өтінемін, талап етемін. Құрметті ағайын. Аға тағы айтарыңыз бар ма? Енді шыққан тегімді сұрадың. Енді бұл қазақта ру деген ол тарих қазақтың. Ол тарих ретінде ол тұра беру керек, бірақ өмірде оны пайдаланбау керек адам. Жеті атасын білу керек, қан таза болу үшін. Енді мен айтпасаңыз ренжитетін адамдар тағы да жеті атасын білмейме дейді. Сондықтан мен былай айтамын. Қазақтың ішінен шыққан дулат руынан деймін. Қазақтың ішінен шыққан нақты айтамын. Былай айта салмаймын, дулат. Қазақтың ішінен шыққан деймін. Яғни қазақтың бір бөлігі ғана кішкентай дегенім ғой. Сол ден шыққан тегім солай. Басқа не айтын уже? Басқа да айтады. Жоқ, былай қылайық аға, егердем халық сұрап жатса, қазір мысалға мына YouTube'тан, Facebook'тан және TikTok'тан, Instagram'нан бұл осы біздің ақпаратымызды таратамыз да. Сондықтан құрметті ағайын, сұрақтарыңыз болса, Жамбыл облысының, сіз қай аудандардан да шығып жатсыз? Белгілеп кетіңізші. Қай Жамбыл облысының қай аудандарынан? Менікі 15-ші аумақ, Орыс округ.
Оған Тараз қаласы кіреді түгел, Жуалы ауданы кіреді, Жамбыл ауданы кіреді, Талас ауданы кіреді. 3 аудан кіреді облыстан. 15-ші аумақ, 16-ші аумаққа басқа аудандар кіреді. Қала кірмейді оған бірақ. Онда Тараз қаласында мен 18 жыл тұрдым. Құрметті Тараз қаласының тұрғындары, білесіздер, 9-шы мөлтек ауданында тұрдым мен 16 жыл, және Тайванда 3 жыл тұрдым. Баженов көшесінде. Барлықтарыңыз көрдіңіздер. Біздің менің жеке басыма келетін артық сөздеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар. Танитындарыңыз, білетіндеріңіз. 48-ші мектепте, менімен бірге мектепте оқыған кісілер, Қазақ-түрік лицейінде сол 82-ші жылғылармен оқыған жігіттер, қыздар, ұлдар. Барлықтарыңыз қызметтес болған, қаншама сауда компаниясында жұмыс істедім. Білесіздер, әріптестерім, Қазфосфаттың тыңайтқыш шығаратын заводында жұмыс істедім 4 жылдай. Сондықтан ол жердің қауымына айтарым, барлықтарыңыз ағайын болып, өзіміздің ішімізден шыққан қарапайым ағамызды қолдаңыздар. Мен Жарылқасынов Рафик сіздерден өтінемін, сұранамын, талап етемін. Аға, сау болыңыз, рахмет. Алла қаласа, мына эфиріміз жақсы болса, елге қызық болса, жалғастырамыз, тағы да әңгіме айтамыз. Келісесіз бе? Келісемін. Мұндай әңгімені біз айта беруіміз керек. Халықтың санасы жетсе беруіміз керек. Ол өте маңызды. Сан сапаға өтеді дейді. Біздің айтып отқанымыз бәрібір халықтың санасына отыра береді, әсіресе жастардың. Бір күні олар бізден де бұны артық шығара бастайды. Бізден де керемет бұны шығара бастайды, көтере бастайды. Бізге керегі де сол. Рахмет аға. Сау болыңыз. Келесі кездескенше. Қазақ елі алға, жеңіс бізден. Алға қазақ елі, алға қазақ елі.